Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын американский печенье пісіретін боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сондай ерекше, алда көптеген ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмсақ сары май, шоколад, қант, 2 жұмыртқа, қопсытқыш, ванилин және тұз. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Үстіне қантты салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Мінекей массамыз ағарды. Тұз саламыз. Ванилин саламыз. Осылай қасықтың ұшымен ғана салсаңыздар жеткілікті. Тағы бір араластырамыз. Жұмыртқаны саламыз. Осылай біреуін салып, бір араластырып аламыз. Екіншісін саламыз. Тағы бір араластырамыз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Екеуін кішкене араластырып, енді ұнымызды сұйық массамызға қосып отырып, араластырамыз. Қамырымыз қоюлана бастады. Ары қарай венчиктің шамасы жетпейді. Осындай қасықтың көмегімен араластырамыз. Оның түйіршіктері қалып қалмасы үшін жақсылап біркелкі масса шыққанға дейін араластырыңыздар. Мінекей дайын. Осындай қоюлау қамыр шығуы қажет. Дайын қамырымызды шетке ала тұрамыз. Кез келген темный шоколад қолдансаңыздар болады. Енді осы казахстанский шоколадты майдалап, турап шығамыз. Қатты майда емес, қатты дәуде емес, осылай орташа етіп турап шығамыз. Егер шоколадтың көп болғанын қаласаңыздар, 1,5-2 казахстанский қолдансаңыздар болады. Мінекей дайын. Енді осыны қамырымыздың үстіне саламыз. Араластырамыз. Шоколадымызды барлық жеріне жеткізіп, араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Дайын қамырды печеньелердің пішініне келтіреміз. Мен жаныма пешіміздің табағын алып қойдым. Қазір бірден осыған салып отыратын боламын. Үстіне пергамент қағазын төседім. Осылай қолымызға аз-аз бөліктен алып, домалақтап саламыз. Осылайша барлық қамырлардан печеньелер жасаймыз. Біркелкі етіп домалақтаңыздар. Сол кезде печеньелеріміз әдемі көрінеді. Мінекей дайын. Енді осыны қызып тұрған пешімізде 180 градуста печеньелеріміз қызарғанша 10-15 минут пісіреміз. Печеньелеріміз пісті. Табағымыздан бірден шығармаймыз. Суығанша 1,5 сағаттай қойып қоямыз. Мінекей суыды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көрулеріңізге 100% кеңес беремін. Ортасы толықтай піскен. Ас болсын.